Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетшілерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз Қабатулланың қабырғаларына тисін. Дүйсенова қандай жағдайда зейнетақы көтерілетінін айтты. Вице-премьер еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова жыл соңына дейін зейнетақы тағы көтеріле ме деген сұраққа жауап берді. Бұл инфляция дәлізіне байланысты. Қазір ұлттық банк маусым айында инфляция 15% болатынын айтты. Сол себепті инфляция деңгейіне қараймыз деп жауап берді Дүйсенова үкімет құруларында. Министр биыл қаңтар айынан бастап елімізде базалық зейнетақы төлемі өскенін атап өтті. Базалық зейнетақысы аз болған азаматтардың төлемі 21%-ке артты. Орташа көлемде алатындардың зейнетақысы осыдан сәл төмен, ал жоғары зейнетақы алатындарда 8,5%-ке көтерілді, деді ол. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.